Сәлем балақай, Бөбек ТВ каналына қош келдің. Балақай, бүгін біз көріп тұрғандарыңыздай алдарындағы жұмыртқалардың барлығын ашып шығамыз. Кіші жұмыртқа, үлкен жұмыртқа, түрлі түсті жұмыртқалар. Осының барлығын біз ашып ішінде не бар екенін қараймыз. Ал ендеше кеттік. Ал балақай, қай жұмыртқадан бастасақ екен? Қайсысын қараған келіп тұрсың? Мен едім деп мына жұмыртқаны ашқым келіп тұр. Кәне қарайық. Ой, мұнда не бар? Шыққысы келмейді ғой мына балақай. Оп. О, мұнда бізде маймыл шықты. Орташа өлшемдегі маймыл екен. Көзі бақырайып тұр өзінің. Кәне. Енді шетінен бастай берейік ақырындап. Мұнда кім шықты? Бұнда бізде қызнақ нәрсе шықты. Бұл шаян ғой. Бұл шаян қағаз жейді екен. Бұл не керек болса? Құйрығын бассаң қағаз жейді деді. Қағаз жемейді, қағаз ұстайды екен. Енді түсінікті. Міне, мысалға осылай. Алақай, қызық нәрсе екен. Пайдалы. Кәне. Енді мына жұмыртқаны ашып көрейік. Бұнда машина. Сары түсті жарысқа қатысатын машиналардан бірі. Жеңіл машина. Керемет. Ал ендеше мына жұмыртқадан ақырын. Ой, жұмыртқа домалып кетті ғой. Бастайық. Мұнда кім бар? Мұнда су сиыр. Су сиыр, құрылысшы су сиыр. Құрылысшы су сиыр жұмыс жасап жатыр міне. Құбырды әкетіп бара жатыр. Барар жері бар ойдым. Кәне, су сиырым. Отыра ғой, отырғысы келмей шаршаған ойдым. Кәне, мұнда не бар? Не қызық нәрсе. Кәне, жинастырып көрейік. Оп. Жоқ. Ыңғайсыздау екен жинаған. Егер сенде бұндай ойыншықсыз шықса, балақай міндетті түрде ата-анаңа бер, жинап берсін. Олай айналма. Кәне. Керемет. Кәне, енді келесі жұмыртқадан бізде машина шықты тағы да. Машина шықты. Бізде қыздардан басқа ұлдар қарай ма екен? Бұл бөлім оларға қызық болар. Кәне, оп, дайын болды. Бұл барлық жерде жүретін машина ғой. Ой. Көрдің бе? Қандай керемет, құм, тау, балшық. Ал, кәнеки. Бұл бізде кілтке тағатын ілгіш. Міне, керемет, ұлғайтқышы да бар. Көріп тұрсың ба? Жұмыртқаларды ұлғайтып көрсетіп тұр. Келесісінде керемет, бұл робот қой. Бұл, білесің бе қандай робот екенін? Қазір балақай мен саған көрсетемін. Мысалға, мына роботтың дөңгелегі бар. Мына жерде қаламы бар. Қарандаштың ұшы. Ол сурет салады екен. Міне осылай. Көрдің бе? Түп-түзу ғып сызықтар сызалады екен. Керемет, пайдалы нәрсе. Сәлем. Ал келесі жұмыртқаны ашайық. Бұнда кім бар? Бұл кім деп ойлайсыңдар, балалар? Бұл кім деп ойлайсыңдар, балалар? Бұл түлкі ғой. Иә. Теледидардан көрсететін, балаларға арналған телехикаяларда жүретін түлкі. Өте дәмді тоқаштар пісіреді бұл түлкі. Керемет. Ал, арғарай қарайық. Оп. Мұнда не қызық бар екен? Бұл кенгуру ғой. Кенгуру туралы білесің деп ойлаймын. Кенгуру өзінің баласын осындай ішіндегі қалташасында ұстап өсіреді.
кішкентай болып туады да, сол ары қарай балапанның өскенінше құлыншағы қалтасында жатады екен. Мен де қалтада жатар едім, егер сөйсем әрине. Керемет. Кәне. О, су сиыр шықты қайтадан. Су сиырдың топтамасы жақсы көреміз. Міне, су сиыр, спортпен айналысатын су сиыр, темір жабдықтарды, ауыр жабдықтарды, яғни гантельдер көтеретін су сиырдың түрі ғой бұл. Өте керемет. Ал кәнеки су сиыр күшіңді көрсете ғой. Оп, 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 ергезегі үшке дейін деген дәлелдеді, жарайсың. Ал, енді жұмыртқаны ашып көрейік. Бұнда не бар екен? Онда бір ағайдың мүсіні шықты. Бұл ағай не істеп тұр екен? Өзі қауіпті ағайға ұқсайды ғой. Білмеймін, қаруға ұқсайтын құралы бар екен. Қару ма? Әлде от па? Түсініксіз. Бірақ ағайдың түріне қарасаң, мейірімді сияқты, білмеймін. Жарайды. Ал енді жұмыртқаны ашайық. Қарайық. Сені күткен едім. Бұл телехикаядағы аю ғой. Қоңыр аю. Мынау түлкімен бірге жүреді. Осы түлкінің тоқаштарын жейді. Керемет жолдастар екеуі. Ал, екеуін жақын қояйық ендеше. Кәнекей. Енді мынау ерекше түсті. Уа! Керемет! Бұл осы топтамадағы, осы телехикаядағы балаларға арналған мультфильмнің кейіпкерлері ғой. Керемет, я? Балапан, аю, түлкі. Тип-тип-тип-тип-тип-тип. Ал, енді ақ аю шықса керемет болар еді. Кәне. Керемет. Енді бізде маймыл шықты. Қысып жабайық. Маймыл ерімді болады, оларға тиіспесе, олар саған тиіспейді, бірақ олар кішкене бұзықтау, себебі заттарды сұрапсыз алып кетуі мүмкін. Я. Ал, енді бізде қалғаны шамалы ғана жұмыртқа қалды. Көріп тұрғандарыңыздай. Бұнда не нәрсе бар екен? Бұл. Жанат қой бұл. Жанат. Кейбір адамдар жанатты үйде, үй жануарлары ұстайды екен. Оларда өте бұзық болады екен. Мінекей, керемет. Бұл жанат. Кәне, ал қызыл. Жұмыртқаны ашып қарайық, не бар екен. Керемет. Мұнаны қара. Бұнда маймылдың анасы мен баласы шықты. Қандай керемет. Міне, әкесі болсын, анасы болсын, баласы болсын. Енді мынау үлкен жұмыртқаны ашып көрейік. Мұнда не бар екен? Керемет. Қарай ғой, балақай. Мұнда үлкен металдан жасалған есігі ашылатын машина шықты. Менің дәл арманымдағындай машина ғой бұл. Керемет. Мәссаған. Ал, енді мына жұмыртқаны ашып көрейік. Ал, кеттік. Су сиыр топтамасы. Су сиырлар негізі өте қызық жануарлар. Суда да, құрғақта да жүреді. Бірақ немесе суда жүрген жақсы көреді. Міне, су сиырлардың бірі қайық жарысына қатысатын спортшы. Су сиырдың түрі ғой мынау. Осылай тез жүзеді. Кәне. Ал, келесі су сиыр қайтадан. Бұл су сиыр, қателеспесем, болды ғой уже. Бұл су сиыр, қателеспесем, шыққан болатын. Я, мінекей. Міне, екі су сиыр бар. Екі гантель бар. Өзара жарысып жатқан шығар мүмкін. Ал, енді мына жұмыртқаны ашып көрейік. Ой, керемет. Бұл жарысқа қатысатын машиналар топтамасынан. Тек қана түсі басқаша, бірақ жоқ, түсі де басқаша.
Машинаның түрі де басқаша. Көрдің бе, балақай? Бірақ бұның барлығы жарысқа қатысатын машиналар. Керемет. Ал енді мына көк жұмыртқаны ашып көрейікші. Ой, бұл жұмыртқа емес қой. Бұл кім? Бұл тышқан ғой. Тышқанның сәбиі. Жаңа туған ау деймін. Әлі бетінде сүртіп үлгермепті. Керемет. Әлди, ақ бөпем. Ал. Мына жерде панда аюы бар. Демирімді аюлар. Жабайы емес, бамбукпен ғана қоректенеді. Керемет. Аюлар мына жерде отыра ғой. Ал енді бұл жерде не бар екен? Бұл жерде сақина. Сақина, екі сақина және де бір кит балығы шықты. Енді тек қана бір сұрақ. Бұл сақина мен киттер қалай байланысты екен? Мүмкін бұлай шығар? Жоқ, бөлмедім. Китті ендеше бөлек қояйық, ал сақиналарды былай қояйық. Ал, енді мына жұмыртқаны ашып көрейік. Бас аяғы 5 жұмыртқа қалды. Уа, су сиыр. Жақсы көрем, су сиыр. Бұнда не жазылған екен? Бұл су сиыр спортпен айналысатын жұлдыз су сиыр, яғни гимнастикамен айналысады. Кәнекей, құрастырып жіберейік. Мінекей, қарашы қалай айналдырып тұр. Мына жерде жапсырмасы бар екен. Номер 8-ші дейді. Тек қана оны қай жерге жапсырады екен? Артына жапсыру керек екен. 8. Осылай. Жариялаған кезде шатасып кетпес үшін номер 8-ші деп жазылған. Кәне, су сиырға бара ғой. Ал енді тағы да барлық жерде жүре алатын, жер таңдамайтын машина. Мінекей, қандай керемет. Дөңгелектері сондай үлкен, жер талғамайды. Кәне, машиналардың ортасына бара ғой. Ал енді мына жұмыртқаның ішінде не бар? Бұл суды атып ойнайтын ойыншық қой. Ойыншықтың түрі. Кәнекей, міне бұны алып бірінші кигіземіз және де мына жерінен бекітеміз. Сонда осындай керемет нәрсе шықты. Бұны былай айналдырып лақтыруға болады. Керемет. Түсі не деген қанық, көзге бірден түседі екен. Ал енді мына жұмыртқада мотоцикл шықты ғой. Бұл да жарысқа қатысатын мотоцикл ғой, арнайы жарысқа арналған. Керемет. Көліктердің арасына қояйын. Ал енді бір ғана жұмыртқа қалды. Бұл Миньон. Балалар, Миньон телехикаясын көрген балалар бар ма араларында? Дейді де жүреді ғой. Бірді-бір сөз айтпайды, бірақ бәрін түсіндіреді. Керемет. Ал енді соңғы жұмыртқа. Ой, ашылмайды ғой бұл. Сөйтсем балақай, бұл шу жұмыртқа екен ғой. Шатастырып алыппыз, ондай да болады. Осыншама ойыншықты ашып бүгін қарадық. Осы топтамадағы видеолар саған ұнап, басқа топтамадағы видеоларды көргің келсе, Бөбек ТВ каналына жазылып, лайк басуды ұмытпаймыз. Сау бол!